Егер Украина болмаса біз болатын еді. Сенем, әбден сенем. Саакашвилиге бардық, Зеленскийдің офисімен таныстық. 2 аптаның ішінде 120 миллион теңге жинадық. Украинаға жібердік. Егер мен өлімнен қорқсам, саясатқа бармаушы едім дейді. Ата, сізге не керек дейді. Мен соғыспаймын дейді. Оған әлім жоқ дейді соғысқа. Мен оларға рух беремін дейді. Ең көп берген кім? Ең көп берген Турлов. Бізге ана келді ғой бір взвод. Сосын олар Бучаға барды. Тоғжан байқа дейді, біздің естуіміз бойынша саған провокация жасауы мүмкін дейді, осы штаттарында наркотик алып келуі мүмкін. Біріншіден мен оппозицияның, қазіргі оппозицияны ренжімесін, сол биліктің бір сынары. Партия құру үшін, жақсы партия үшін қанша ақша керек? Мысалы, Айдос Сарым айтады, 5 миллион долларың болу керек кемі дейді. Енді Айдос Сарым 5 миллион доллар құра берсін, меніңше 2 миллион доллар жетеді. Сізге партия құрақшы деп келетіндер кімдер? Қазір әйелдер. Мысалы, Бекболат Тілеухановтың өзі айтқан жоқ па? Сіз сол кездерде белсенді болып жүрдіңіз ғой? Айтқан жоқ па, келін шырағым қойшы деген жоқ па? Мен олардың келіні емеспін, 3 жыл болды. Мен естігенім, Каритаев Тілеуханға келіп, ана қыз саясаттан кетсін деп, кәдімгідей оған ультиматум қойған. Содан ол келіп, менің күйеуімен сөйлесті. Сатса болды айтады, ана елдер не деп оттап жүр деп. Тимур Құлыбаевтың қасында көп жүрдіңіз ғой? Басқа оның несі болған жоқ, мүмкіншілігі болған жоқ, өйткені қасында Рахат Әлиевтің жағдайын көрді. Бізде студияда Тоғжан Қожалы. Қош келдіңіз. Қош келдің, Құралай. Сізді жалпы қазір қалай таныстыруға болады? Енді мен шұғылданып жүрген істерім көп, шынымен де. Мен хақ қозғалысында жетекшісімін, хақ қорында жетекшісімін. Өзімнің компаниям бар, EMI деген компаниям бар, телемедицина саласындағы компания, бизнесім. Және 2 салада бармын, ұлттық президент жанындағы ұлттық әйелдер комиссиясы және қоғамдық мәжілістің қоғамдық палатасының мүшесімін. Осы бірнеше салада жүрмін, бірақ енді барлығының бір ортақ бір жолы бұл қоғамды ойлау. Яғни қоғам белсенді десек те дұрыс. Қоғам қайраткері белсендісі, осы қоғамға көңілі көп адамын осы. Енді мен сізді Тоғжан негізінен білем да, әсіресе бұрыннан да білеміз ғой, бірақ соңғы Украинаның соғысы кезінде, басталған кезде сіздер өте белсенді түрде сіздердің қорларыңыз көмек қорын жинаған болатын, сол кезден білем. Жалпы қазір 3 жыл өтті ғой енді соғыс басталғаннан бері. Бұл жерде мен біздің әйел адам тарапынан соғыстың, саясатта жүрген әйел адамның көзқарасын білгім келеді. Жалпы көзқарасыңыз қандай соғысқа деген? Бастапқы кезеңнен қазір өзгерді ма позицияңыз? Бастапқы кезінен өзгерген жоқ. Сол қалпы. Мен қазір енді сіздің сұрағыңыз орнықты, өйткені кейбір адамдарды көрем, бастапқы кезінде, қазір кезінде көзқарастар өзгерген. Сол соғыстан бастап. Біз соғыс басталардың бір күннен кейін осы көмекті жинауға бастадық. 24 ақпанда басталды ма, біз 25-ші 12 адам болып, біз үндеу жолдадық. Үндеуді шығарып жолдадық. Сол үндеуде біз Украина бұл тәуелсіз ел, оған шабуылға болмайды, және оған көмектесек деген соны жібердік. Оның арасында Досын Сатпаев, Марғұлан бар, Арман Шораев бар, Қарлығаш Жиренова, Рахимбек бар, көп Жакишев бар, Бакаевта да бар. Соны 12 адам осындай белсенді болып, осындай шығардық. Енді сол кезде біз 1 жылдай көмек жинадық. 2 аптаның ішінде 120 миллион теңге жинадық. Бір күніне 1 миллион теңге жинайтынбыз сонда. Күніне 1 миллион теңге жинайтынбыз, сонда 120 миллион теңгені осы енді ар жақ бер жақ сол 2-3 аптаның ішінде жинап алдық. Соны жинап, ол тек қана ақшалай болса, және бізге тағы да көптеген адамдар кәдімгідей өзінің заттарына келді. Дәрілерін, дәрмектерін, компанияларға келді. Компаниялар 15 мың упаковка мынандай дәрі, 5 мың упаковка мынандай дәрі, осындай көп бірнеше тонна болып, біз сондай көмек жинадық. Соның товармен есімде жоқ, біздің отчеттеріміз бар, енді қазір 3 жыл өтті ғой. Бірақ біз сонымен 15 фура Украинаға жібердік, 15 фурадай, әрбір фура 40 тондық. 40 тондық.
үлкен жұмыс Үлкен, атқардыңыздар, иә. Және 3 самолетпен жібердік. Ана бірінші күндер самолет болды ғой, тегін жіберді оны. Және осы товар бүкіл ақшалай бойынша 2,5 миллиондай теңге, 2,5 миллиондай доллар жинадық. Соған әжептәуір ақша. Және ең бастысы бүкіл дүние жүзіне біз бірінші болып Қазақстан Украинаға көмектескенін көрсеттік. Дүние жүзінде біз ең бірінші болып сондай репутацияға, сондай ие болдық, жақсы репутацияға. Содан бері енді дүние жүзі білет, Қазақстанның осындай позициясы бар екенін, сондықтан шүкір. Байланыстарыңыз бар ма қазір Байланыстарым бар, Украина бүгін ғана сөйлестім. Неге біз бәріміз Украинаға сол кезде көмектестік, ол 2 адам. Біз оның алдында 1 жыл бұрын Саакашвилиге бардық, Зеленскийдің офисімен таныстық, Марғұлан бастаған немен. Және мен өзім сондай бір арман болған, Саакашвилимен танысайыншы деп. Өйткені қаншама өзгерістерді өзгерткен, қаншама бір үлкен елді кішкентай мерзімде өзгерткен қандай адам екен деп, мен өзім Марғұлан сұрағам, егер бір Украинаға барайын деп жатсаңдар, мені де алып кетіңдерші. Марғұлан Сәрсенбаевты айтып тұрсыз ғой? Ол ақшамен өзім төлеп, кәдімгідей өзім бардым, топ болып. Сонда таныстық, кәдімгідей өте қарапайым адам, кәдімгідей харизма, энергиясы мол адам. Қасындағы Саакашвилидің офисі адамдар бар, кәдімгі ол Саакашвилиге берілген адамдар да олар барлығы. Өте ақылды адамдар. Және өте қарапайым адам. Қаншама ол лауазымда болды, қанша мэр болды, Грузияның президенті болды. Бірақ сол недегі Киевтегі үйі қанша еді? 75 квадратный метр ғой. Кішкене, бірақ әдемі. Грузиндердің вкустары, нелері, стильдері жақсы ғой. Әрбір қуысы әдемі да сондай. Қасында қарапайым үйлер, ана жерде бір көршісі жүр трикосымен. Мына жерде бір көршісі жүр бақшасында. Және кішкене бір 2 метрлік забор. Сол жолдың басындағы үй сондай үй. Біздің бір үлкен компанияның бастығы олай тұрмайды бізде. Охрана кімге келдің, неге де келдің деп, сосын мен соны сұрадым, бір сұрақ қойғам. Мына жерде қараңыз, сіздің жауларыңыз көп, Украина ішінде жауларыңыз көп. Мына жерге мынандай бомба тастау деген 5 минут қой дедім ғой. Қорықпайсыз ба дедім, сұрадым да, сізді өлтіру деген 5 секунд дедім ғой, ана жерден бір снайпер отырып сізді өлтіре салады ғой дедім ғой. Сонда маған жауап бергені, егер мен өлімнен қорқсам, саясатқа бармаушы едім дейді. Соның сөздері мен таң қалдырды, шынымен де елімді өзгертем деген осы идеяға, осы ойға берілген адам. Өкінішті Путиннің құрбаны болып кетті. Енді қазір тірі ғой, енді ауырып жатыр. Құрбандардың бірі ғой, енді қазір Грузияда көбінесе Ресейге бағынған үкімет қой. Президент, үкімет, сондықтан қазір көріп жатырмыз, енді соның зардабы бар, қазір санкциялар болып жатыр Грузияға. Көптеген елдер Евросоюзға енді қабылдамаймыз деп айтып жатыр Грузияны. Қаншама жылдар бойы арманы қазір бір сәтте жоқ болды сонда. Енді қазір сіз Украинаның жағдайына қарап қалай ойлайсыз? Қандай болады тағдыры? Енді мен Украина жеңсін деп ойлаймын. Өйткені мен мысалы айтайын, сонда мен адамдар келіп жүрді ғой бізге. Шалдар келді, ақсақалдар келді, көптеген адамдар жүздеп офиске келді ғой бізге. Сонда ақша неге беріп жатсыз деп сұрадым ғой мен көбінесе. Сонда көбісі жауабы, біз қазір ғана қаңтарды көрдік дейді. Қаңтарда соғысы қалай болатынын біз көрдік. Және екінші, егер Украина болмаса, бізге шабуыл жасалушы еді дейді. Қазір Украина біз үшін соғысып жатыр деп, сонда бүкілдері солай айтатын бізге. Мен телефоным ашық, қаншама адамдар маған звондады. Тек қана бір звондаған, неге ЛНР-ге көмектеспейсің деп, бір орыс кемпір звондаған. Сосын бір полицияға оны жібердім. Сосын полицияға барып, ол үйіне тауып, сонда маған звондады, Тоғжан, бір кәрі бір орыс кемпір екен, қайтесіз деді. Қойыңызшы деп өліп қаларсыз. Сосын қойдым оны. Бірақ сонда бір ақсақал келген, қазақ ақсақалы, қасында бір әрене келе жатыр да, өзі бір 80 таманға бір ақсақал, қасында өзінің кемпірі бар, қасында келіп 10 мың теңгесін беріп, біз осы 10 мың теңге жинап едік, осы 10 мың теңгені алыңызшы деп. Қызым дейді, сен ана Украинаға көмек жіберіп жатсың ғой дейді. Иә, жіберіп жатырмыз.
ана немен пойызбен ба автобуспен ба машинаң мені де жіберші дейді. Соғысайын дей ма? Я говорю, ата сізге не керек деймін да, мен соғыспаймын дейді, оған әлім жоқ дейді соғысқа, мен оларға рух беремін дейді да. Мен оларға сөз айтып, не айтып, кәдімгі кеңесімді айтып, қастарына жүріп, рух беремін дейді. Қазақ кісі ма? Қазақ кісі, кәдімгі. Көбі келіп келген бізге көп қазақтар бар. Бүкіл түкпір деген бізде жинай алмай жатыр көмек. Өзбекстаннан бізге звондады, Ташкенттен звондады, Қырғызстан звондады. Тек қана сендер осы Азияда жиналатқан тек қана сендерсің дейді. Бізге қаншама адамдар бізге осылай звондап жүрді. Бір адам болды, бір жыл бойы әр апта сайын маған 1000 теңге жіберетін. Әр апта сайын бір жыл бойы. Соны таба алмадым адамды. Өйткені Каспийге қанша звондадым, бұл адам кім екен деп табайыншы деп. Өйткені прям кәдімгідей апта сайын маған 1000 теңгесін жіберіп жүрді. Және 1000 теңге үлкен ақша емес қой. Бірақ ол кәдімгідей бөліп, әрбір сол жинап жүр. Кейбіреулер 100 теңгесін беретін, 200 теңгесін беретін, сондай көп болды. Біреу 100 теңге береді, біреу 3 миллион теңге береді, біреу 10 миллион теңге береді. Ең көп берген кім? Ең көп берген Турлов. Турлов ол 1 миллион шамасында доллар берді. Кәдімгідей өз атынан, Freedom компаниясынан емес, фондынан емес, өз атынан жеке меншік $1 миллион өзі берді. Ол $1 миллион бізге жіберді. Бізге болғанда маған емес, біздің хақ қорымызға, кәдімгі ол заң Каспийдегі шөтімізге, қордың шөті, бүкіл төлемдерді, бүкіл неден сол қордан жасап жүрдік. Кәдімгідей банк переводымен, банк перечислениясымен сондай бәрі осылай жасадық. Сондықтан қазір айтып жатыр ғой, отчет қайда, не қайда деп бүкіл отчеттарымыз бар. Әлі күнге дейін сұраймын отчетты? Әлі күнге дейін орыстардың боттары болды ғой, не қайда деп. Әлі күнге дейін соны сұрайды. Керек болса қара деймін. Өткенде біз жыл бойы аудит жасаймыз. Жыл бойы біздің отчетымызды, есеп шотымызды біз дата жариялаймыз. 19 жылдан бері әрбір заң бойынша жыл сайын біз есеп береміз. Кәдімгі жариялаймыз газетке. Сосын аудит жасадық. Сосын осындай ұрлады, бұрышты алды, бірдемені алды деген адамдарға біз кәдімгідей арыз жазып полицияға бердік. Жала жаптық. Бірақ өкінішке қарай енді ол істерге 3 жыл болды. Әлі ол адамдарды әлі ұстаған жоқ. Кәдімгі іс күніге біз адвокат жазады, күніге экспертиза бірдеме деп оны созып жатыр. Анау қылады деп 3 жыл болды. Әлі сол адам, осы жалғанды таратқан, әлі сол адам подозреваемый деген статуста жоқ. Карточкалары бар, барлығы бар, ақшасын жинап жатыр. Сонда бір блогер бар, қазір Ресейде тұратын блогер, бұрынғы біздің қазағымыз, бір орыс. Сол әлі күнге дейін соны біресе сол жабамыз дейді істі, мен қайтадан ол істі ашқызамын, көтеремін. Сондай өзім адвокат екеуміз сол енді принцип бойынша сол жалған мәліметтерді таратқан үшін мен жауапқа тартқым келіп жүр. Өйткені бұл тек қана менің ақшам емес қой, бұл қаншама мыңдаған адамның ақшасы. Сонда сол мыңдаған ақшасын адамдардың мен ұрлағаным енді маған аманат қалған ақша ғой. Мен қалай оны ұрлаймын? Қазірде көмектесіп жүрсіздер ме? Жинайтында? Қазір енді содан кейін біз Экибастузға жинадық ақшаны. Сосын осы неге су апатынан болған жағдайда да біз тағы да көмек жинадық. 30 тонна неге бардық, Петропавловқа бардық. Кәдімгідей төсек, анамына соны барлығы. Әйтеуір бізде апат бірде болғанда біз осындай кездерде көмектесеміз. Ал Украинаға? Украинаға мен сосын не болып қалды ғой, 22 жылы сайлау болды ғой. Сайлау кезінде заң бойынша ақша жинауға болмайды. Депутаттарға кім сайлауға барам деген адамдар, олар сондай қайырымдылықпен неге айналысуға болмайды оған. Содан бері мен оны доғардым. Және Украинаға енді көмекті апару өте қиындап кетті сол кезде. Және өте құны өсіп кетті. Әрбір мысалға фураға 11.000 евро тұратын фураны жіберу керек. Әрбір фураға 11.000 евроны жинау керек. Сондықтан біз оны қойдық, өйткені қымбат. Ал қазіргі енді сол жақтағы байланыстарыңыз бар ғой, не деп жатыр халық?
Халқы енді екі түрлі ғой. Шынымен де бүгін кешеде Трамп айтты, 300 миллиард көмек көрсетті. Енді 300 миллиард есеп қайда дейді соған. Шынымен де ондай бар, жағдай бар. Ұрлап жатыр да. Енді біреуге соғыс, біреуге байытың көзі ғой. Барлық жерде солай ғой. Бүкіл тарихта сондай ғой. Біреулер соғыста байыды дегендей. Ол жерде ондай жағдайлар бар. Қазір мысалға алдыңғы аптада Миноборонаның қорғаныс министрінің неге оны түрмеге жапты. Осындай коррупция болған үшін. Осындай жағдайлар болып жатыр. Сондықтан енді бәрі шаршады неден соғыстан. Бірақ мен бір естігенім, біз соңына дейінді соңғы украинец қалса да, бірақ бәрібір соғысамыз дейді олар. Өйткені бұл біздің жеріміз. Ең басты мақсатымыз біздің балаларымыз, біздің ұрпақтарымыз, біздің кейінгі ұрпақтарымыз тәуелді болмасын деп олар соғыстырып жатыр. Шынымен де ол адал соғыс. Бүгін өте жақсы кімнің постын көрдім, Бегілдің несін көрдім. Жақсы бір сарапта болған. Осы соғыстың қалай басталды, қашан басталды, 2000 жылдардан бастап. Сонда көбінесе қазір сол Америка бастады дейді, Европа бастады дейді. Бірақ егер сол сараптаманы қарасақ, сол Бегілдің, ол соғысты бастаған Ресей. 2000 жылдан бастап оны бастаған кәдімгідей сол кезден бастап осы көздеген Украина бәрібір жаулап алу. Бәрібір Киевтің толық алу ғой. Толық алу. Өйткені олар біріншіден Ресей, Украина бөлек халық деп олар есептемейді. Ол малая Россия дейді олар көбінесе. Ол Украинаның жері бұрынғыда біздікі, Беларусия жері біздікі деп олар солай кәдімгідей солай нақты ойлайды. Мала Россия дейді олар. Және ол біздің жерлеріміз деп кәдімгідей олар балаға дейін солай ойлайды. Сондықтан кеш ертең болса да бәрібір соғысты бастаушы еді Ресей. Сіз мына теорияға сенесіз бе, егер Украина болмаса біз болатын еді дегенге? Сенем, әбден сенем. Оған дәлел қаңтар. Қаңтар кезінде ұшып келді ғой барлығы самолеттер. Оны ешкім шақырған жоқ қой. ОДКБ-дан біз көмек сұрадық қой. ОДКБ сұрағанда лезде ұшып келіңдер деп сұрағанда, оны кәдімгі келіңдер деп шақырған жоқпыз қой. Ондай болған жоқ бізде. Сосын келгенде, бірақ мен естігенім, олар кететін түрлер болған жоқ. Олар осы жерде қаламыз деп келген, осы самолеттер. Мен естігенім, Қытай президенті звондап, егер осыншама күннен кейін кетпесеңдер, бізді кіреміз деп, осындай не қойды. Шарт қойды, ультиматум қойды. Сосын ғана Ресей армиясы кетті. Мен мысалға шынымен де мен сенгетінім, қазақ қазаққа атпайды. Ана снайперлер, олар біздің адамдар емес шығар деп мен сондайға үміттенемін. Сол бізге келді ғой бір взвод. Сосын олар Бучаға барды, есіңізде ме? Сол взвод па? Сол бригада кейін Бучаға барды. Сол буряттардың взводы кейін Бучаға барды. Сол енді буряттар бізге ұқсайды ғой. Сол қазаққа атқан, солар шығар деп мен ойлаймын. Сол взвод ойлаймын, сол бригада деп мен ойлаймын. Дегенмен бәрібір ішінде провокатор болды дейсіз ғой? Провокаторлар болды, әйтеуір провокациялар көп. Осы мен мысалға 20 мың шетелдіктер келді деп деген бар ғой. Мен ойлаймын, бұл сөздің несі шыны бар. 20 мың емес, 2 мың. Есіңізде ме? Ауған кезінде талиптер келгенде қашып келді ғой біраз Ауғанстандар. Олар КНБ-дің атынан Алматының астында лагері болған. Сол жерде дайындалды олар. Содан қондарда кейін болмай қалды ғой. Жоқ олар. Қайда олар? Кәдімгі көмектесеміз деп, берінсе деп, мүмкін олар әдейі солай боевиктерді әкелген шығар. Осыған дайындалу үшін. Оны кім біледі? Әбден мүмкін. Сондықтан мен естігенім, сол атқан боевиктердің, өліп атқан боевиктердің көбісінің тістерін алып тастаған екен, тұрыптардың.
Неге моптардан сол тұрыптарды медтерді сол неге ұрлап жүрді? Есіңізде ма, сондай болды ғой? Иә, болды деп. Өйткені идентификация болмау үшін. Неге олардың көбісінің немесі түрлері бар, бұзып тастаған, бетін бәрін бұзып тастаған дейді, әдейі. Танымасын деп. Мүмкін ондай болған, өйткені мысалға Динара Егейбаевында бір не болып еді ғой, бір подкастында бір жігіт бізді кәдімгідей сол неге бәрімізді сол қасында нелер жүрді, инструкторлар жүрді дейді. Айтты ғой, есіңізде ме сондай выпускісін? Сол неге талпаға бізді барлық қуып, бізді сосын шығармады ғой дейді. Сондай Егейбаевда сондай не болған, бір интервью болған бір немен адаммен. Шынымен ондай нәрсені кім істей алады? Тек қана инструкторлар, әдейі дайындалғандар. Хаотичный нәрсе емес ол. Кәдімгідей ол дайындалған нәрсе. Мысалы, сатып алдың, мен есімде пионер лагерлері болған. Қайрат сатып алдың? Иә, соның лагерлері, балалар лагерлері болған. Исламға Құран оқыту лагерлері болған. Естігенім, сол боевиктердің көбі сол лагерде тұрды дайындалып. Жамылып, балаларды өтірік Құран оқытамыз дейді. Жоқ, лагерлерде біз сондай боевиктің дайындау лагерлері болған Алматының тауларында, облысында. Сондықтан мен сол кезде, Жаңаөзенде басылған кезде, барлық шығамыз, Жаңаөзенде көтеріліп жатыр деп, сондай қаншама біздің активистер жүрді ғой, белсенділер. Мен сонда пост жазғам, шықпаңдар деп. Өйткені ертең құрбан боласыңдар. Ертең мынау қазіргі бұл кландардың соғысы. Кландардың солай болып шықты ғой енді. Кландардың соғысы. Ертең соған жем боласыңдар, инструменттері боласыңдар. Шықпаңдар деп мен сондай үндеу жазғам. Біздің бүкіл оппозиция, Тоғжан, сен неге тоқтатасың деп. Бұл халықтың наразылығы деп маған кәдімгідей өкпеледі. Бірақ мен айтқаным, бұл халық бұл жерде инструмент. Кәдімгідей мал сияқты қуып жатыр ондайға. Бұл провокация болып жатыр деп мен сонда айтқамын. Енді сол кезден бері сен биліктің қуыршағысыз деп маған айтты, бірақ қазір солай болып жатыр ғой. Көбінесе енді кландардың соғысы болып шықты ғой енді. Өйткені енді мен мұнай-газ саласында жұмыс істедім ғой көп. Сол кезде қыркүйек сентябрьден бастап сол жыл бойы Жаңаөзенде жыл бойы ай сайын газдың бағасын көтеріп тұрды. Әдейі сол провокацияға келуге. Желтоқсанда шығамыз деді, желтоқсанда КНБ оны біліп, оны доғарды. Сосын қаңтарда шықты Жаңаөзендегі. Бірақ жыл бойы, Жаңаөзенде жыл бойы газдың бағасы өсіп тұрды. А ол жерде Жаңаөзенде көбінесе машиналар бәрі газбен жүретін. Солай. Мысалға мен тағыдан неге бардым, Қордайға бардым. Неге ұйғырлардың, кімдердің, доңғандардың несі болды ғой. Ол жерге де бардым. Енді алдап, сулап, ол да оқиғасы қызық енді. Бар екенін барып, қасындағы бір шофер болған, түрі үлкен, сондай артист сияқты өзі. Мен өзім BMW-м барып, 01 деген нем бар, номерлерім бар. Қасында Барейка бар, енді таниды ғой барлығы. Сонда мен шоферім, өзі актер бұрынғы. Сонда бір киноға түскен президенттің охранасын дейді. Сонда фотокарточкасы бар. Президенттік охрананың киносынан түсірген карточкасы бар. Сонда бүкіл ГАИ бойынша, неге бойынша, охрана бойынша сонда нелер солдаттар тұр ғой, нелер автоматтармен солдаттар ғой. Сол карточкамен өтіп кеттік. Қандай сонда, красный режим болып, сол кәдімгі фотографиямен өтіп кеттік бүкіл жерде. Машин тексерген жоқ ешкім. Біз кереміз алатымыз, сіздерге немене астанадан звондаған жоқ па деп біз барлықта. Жоқ, звондаған жоқ дейді солдаттар. Мына карточканы көрдің ба? Көрдің ба? Астананың машинасы көрдің ба? Журналист бар дейді. Барика көрсетіп. Солай бір 6-7 постын өттік қой. Үшінші күні Қордайдың үшінші күніне. Сөйтіп ішінде жүрдіңіз? Сонда ішінде жүрдік. Сонда мен сосын түсінгенім Қордайдан кейін. Сол болған нәрсе, бұл репетиция болған осы қаңтарға. Осы біздің бұрынғы осы еліміздің иелерінің репетициясы болған. Ескі Қазақстан. Өткені, мысалға, бір жол, бір көше. Арасы бір көше 500 метр.
бір жағы бір көше мына былай дұңғандардың көшесі, сол көше бір жағы қазақтардың көшесі. Сонда арасы несі жоқ, шекара жоқ. Былай бір көше ғой. Сонда бүкіл мына көше тұрған үйлердің барлығы терезелері сынық, нелері сынық, үй жанып жатқан. Мына қазақтардың, сол көшедегі қазақтардың несі тым тырыс ештеме жоқ, бір терезе сынған жоқ. Сонда қандай үйлер өртке түскендер? Тек қана сол видеомен түсірілетін сол ғана үйлер. Артындағы үйлер барлығы қирамаған, ештеме істемеген. Тек қана сол видеоға түсіретіндей, тек қана сол үйлер отқа шалынған. Сонда мен сұрағаным, бір дұңғандар маған келді. Тоғжан, білесіз ба дейді. Мен сонда интервьюм нем бар, сол жерде, репортажым бар сол жерден. Білесіз ба, мына 12 наряд пожар машинасы тұр дейді, от сөндірушілердің. И барлығында өшірмендерді, отқа түспендерді соған приказ беріп. Сонда мен бардым өзім, онеге сондай видеода бар, сол өрт сөндірушіге бардым, ол былай артқа қарап, мен шынымен де осындай бұйрық болды ма деп, өрт сөндірмендер деп. Шынымен де осындай бізге не болды дейді, бұйрық болды. Кәдімгідей провокация. Сондықтан шалдармен сөйлестім, ана жігіттер бізге бір ай болған нәрсе дейді. Бір ай бұрын болған нәрсе дейді. Шалдарымыз барып кешірім сұраған дейді. Ал бірақ қазір болып жатыр деп оны бүкіл асаппен жіберіп жатыр дейді. Міне қандай қазір заман. Қазір өте қиын заман, сіз сұрап отырсыз ғой. Украинаға қарайсыз дейді. Қазір мен түсінгенім, Қазақстанда өрт шығару немесе соғысқа итермелеу салу 5 секунд. Өзіміздің азаматтарымыз ондай істей салады, егер билікке келем десе. Енді қазақ енді бұрыннан бері бір-бірін төбелесіп жүр ғой. Өз-өзімен төбелесіп жеңіл ғой. Өз-өзімен таққа отырам деп, байлыққа отырам деп, бұрыннан бері Жәнібек, Керейдің жақтан жанынан Махамбеттен бері әлі төбелес, әлі солмыз ғой. Тарихшылардың өрсіз жеп қоймасын. Енді бізге айтады да, қазақ өмірі сондай ынтымақты болған, біргелкі болған, бір-бірін сондай бір-біріне қорған болған дейді. Жоқ, өмір бойы біз бір-біріне қырсатымыз. Алаш кезінде де, Алаш ауданның кезінде де бір-біріміз қырып салдық. Алдында Кенесарында өзімізді провокация деген тақырыптан шығып жатыр ғой. Сіздің енді айналып жүрдіңіздер ғой, мына қайырымдылықпен. Қанша дегенмен Украинаға көмектесіп жүрміз, Қазақстан. Ресей жақтан провокация болды ма сіздерге? Бізге сонда звондаған бір қанша адамдар енді дәрі-дәрмек әкеліп жатыр ғой. Сонда маған бір кісі звондады да, сондай, Тоғжан, байқа дейді, біздің естуіміз бойынша саған провокация жасауы мүмкін дейді, осы штаттарында наркотик алып келуі мүмкін. Бұлар наркотик жіберіп жатыр деп, сондай маған хабар келді деп. Сондай айқай-шу шығарайын деп жатыр дейді. Сонда біз не істедік? Доғардық дәрі-дәрмекті жинауға, кәдімгі жеке адамдардан, тұлғалардың біз жинауды қойдық. Егер әкелсең, қасына чегің болу керек, несің болу керек. Өткенде көбісі адамдар үйдегі дәрі-дәрмектерді әкелетін бізге. Оны шынымен де қайдан білеміз, ішінде қандай дәрі не екен. Сондықтан оны доғардық, және кәдімгідей бүкіл жерде видеоны қойып, нені қойып, охрананы қойып, солай кәдімгідей енді кішкене провокациядан кішкене алса болсын, сондай жағдайға кішкене осы істедік. Және мысалыға, біз мысалыға бір Украина митингіде таңертең жарияладық, осыншама бір айдың ішінде 120 миллион теңге жинадық деп. Сонда кешке қарай сол блогер қожалы 100 миллион теңгені ұрлап алды да. Сонда мен қалай ұрлаймын? Адамдар кішкене логикасы да қазір не, логика жүйкесі кішкене емес, логикалық критически ойламайды. Ойламайды ғой. Өткені таңертең 120 миллион болды, кешке 120 миллион Каспийде мен қалай ұрлаймын? Күніне 1 миллион шешілетін нәрсе. Бәрі біледі ғой, тек қана күнінен тек қана 1 миллион шешілетін. Сосын біз оны кейін бұл жағдай тап алып, біз Каспийге барып, Каспийге бізге шөт ашыңызшы дедік. Кәдімгі қорымызға шөт ашыңызшы. Мені сосын айыптамау үшін, біз сол бүкіл ақшаны сол қордың несіне шөт аудардық барлығын. Бірақ сол жағдай бізге кәдімгі не болды, сабақ болды.
бұрын көбісі Каспиге жинай салады ғой, көп блогерлер. Біз енді ақшаны тек қана сол счетқа жинайтын болдық содан бері. Тоғжан, сіз енді үлкен саясатта жүрдіңіз ғой. Қазір енді бизнестемін дейсіз. Неге ауысып кеттіңіз? Неге жүре бермедіңіз саясатта? Бір жағынан мен маған мысалы мен білесіз ғой мәжіліске сол қатты сабақ болды ма сізге? Қатты сабақ болды. Өйткені біріншіден мен оппозицияның, қазіргі оппозицияны ренжімесін халқымыз. Бірақ бізде оппозиция сол биліктің бір сынары. Сіз қарама-қайшы екеуді бір-біріне тең да, билік пен оппозиция бір-біріне тең. Бізде оппозиция бар ма? Біріншісі осы сұрақ қой. Ең соңғы оппозиционер бізде Абдилдин болды. Абдилдин болды, 2019 жылы қайтыс болды, содан мен бізде оппозиция жоқ. Қазіргі оппозиция Жанболат деп айтады, енді білмеймін, ол қаншалықты рас? Олар барлығы енді маған ренжімесін, бірақ олар барлығы бір күштердің барлығы несі қуыршақтар. Өткені мен арасында болдым, қасында болдым ғой. Мысалға мен сайлау кезінде маған бір аманаттың бір несі звондайды, бір басшысы. Тоғжан дейді, қарашы дейді. Қазір сайлау болып жатыр, науқаны болып жатыр. Біз сен туралы, сен аманатты өмір жамандатып жүресің дейді. Біз сен туралы бірде-бір мақала шығарған жоқпыз. Бірде-бір сөз айтқан жоқпыз. Қасындағы жүрген, сен қасындағы әріптестерін, сен қаншама көмектескен әріптестерін, қаншама бірге митингтер жүрген адамдар сені жамандап жатыр дейді. Саған бір учаскеден шыққаннан кейін сені репутацияны түсіріп жатыр дейді. Деп оған zaman шынымен де солай болды. Шынымен де қаншама өзім қасындағы жүрген әріптестерім кәдімгідей мені енді қаралағанда өте сондай кәдімгідей орысша айтады ғой, подло. Сондай кішкене тексіздігін қатты көрсетті. Мысалы не істеді? Кәдімгідей олар бір қызығы қасында қаншама аманаттық партияның нелер болды, кандидаттар болды. Олардың біреуі жамандамай, мені жамандаған маған қызық болды да. Сен барымыз бірге жүрміз, қаншама жүрміз. Сен бірге оппозиция болып, ана аманаттарға қарсы шықпаймыз ба деп орнына қайта бір-бірімізді батырдық қой. Осы қасындағы жүрген белсенділерді батырды қаралап жүрді. Сол кезде шықты ма сізді Ресейдің азаматтығын алған деген әңгімелер сол кезде шықты ма? Оның алдында шыққан, неге Украина көмек жинағанда. Мен сонда ойладым, мыналардың да кішкене санасы төмендеу екен. Мен кандидатқа бару үшін артында қаншама КНБ жүр. Мені тексереді, бай тексереді, май тексереді. Кандидатқа бару үшін сен миграция полициясына тапсырасың, документтер тапсырасың. Олар тексереді. Кімнің азаматысың, ненің азаматысың, Қазақстан азаматысың, бәрін тексереді. Сонда енді қаншама тексерістен өтсем де бәрі бір айтатыны бір. Бұны кім шығарды? Қайтан сол орыстың блогер шығарды. Сол Украина туралы маған жала жапқан, қайтан сол орыс блогер қайтан сол шығарды. Сіздің артыңызға түсіп жатқан біреу болып тұр ғой. Ол қашан болды? Ол қашан басталды? Біз Саакашвилиге Украинаға барғанда. Содан бері мен кәдімгідей ФСБ-нің көзіне түсіп, сіздер шатаспасам 2016 жылы. 21 жылы кәдімгі не болды ғой, кішкене бір ковид кезінде бір ашық болды ғой период. Сол кезде қыркүйек кезінде тез лезде неге бардық Украинаға. Сол бір 3-4 ай болған ашық. Сол кезде неге бардық Украинаға бардық. Сол қалай біз Украинаға бардық, артымыздан көп фейктер прям кәдімгі бір кезде шығып, бір уақытта шығып, бір текстпен шығып, әліге дейін сол бір текст. Мысалы ютубты қарасаңыз, сіздің атыңыз тересің ғой, сол кезде сіздің провокационный материалдарыңыз шығады да, берген сұхбаттарыңыз ол астында қалады да. Содан ақ байқауға болады да. Мен ойладым да, неге бірінші солар шығады деп. Өйткені оны накрутка жасайды. Оны қарасын деп, оны қайта-қайтадан жоғарғы неге рейтинг қояды. Ол да кәдімгідей әдіс қой. Мен сұрайын дегенім, сіз соншалықты оларға қандай қауіп әкелесіз? Өйткені мен еліміздің тәуелсіз болсын деймін. Қазақ тілі мол болсын деймін. Мысалға осы соңғы кездегі соңғы роликтер миллиондап шықты ғой бір. Қазақ контенті 50-ден көп болу керек деп. 50%-дан көп болу керек. Қазір енді маған қошаны соны не берді, грамота берді, мақтау қағазын. Тоғжан дейді, енді біз мойындаймыз дейді. Сенің осы ролигін
бізге осы қазақ контентін көтеруге бізге көмектесті дейді. Пайызын 60%-ға дейін көтерді. Енді мен талап еткенім 70% болған, 60%-ға дейін көтерді. Қаншама орыстар оған қарсы болды сол кезде, ненің парламенттің ішінде де. Бірақ сол ролигім миллион жинаған, сол жан айқайым сонда осы парламентке көмек болыпты. Сол қазақ тілінің контентін газеттер, журналдарда, СМИде 60% болсын деп. Сондықтан мен осы қазақ мәселесін, қазақ тілдің мәселесін, тарихтың, тәуелсіздігін мәселесін көп көтеремін. Ауылындай адамдар, әрине бізде, әсіресе Саакашвилиге барған адамдар, олар бәрі автомат түрде ФСБ-ның наразылығын. Саакашвилиге сіздер кім бардыңыздар? Марғұлан барды? Арман барды, Шораев барды. Қарлығаш Еженова, Бақытжан Бұқарбай, Марғұлан барды. Тағы да сондай белсенділерден кім барды? Қуаныш барды. Не бар ғой? Руми рестораны. Шонбай ма? Шонбай барды. Бір Нұржан Алтаев барды. Сосын Қожахметов барды. Әлжанов қазір түрмеде, Алтаев. Кім? Шораев қазір саясаттан кетті, енді кетірді оны. Сол осы топырғамыз, 10 шақтыдан барғамыз. Шораевты кетірді деп ойлайсыз ба? Ажар Жандосова барды. Енді кетірді ғой. Амалсына кетірді, иә. Сізді де кетірген жоқ па? Өзіңіз кеттіңіз ба? Мен осы недеген кандидатты көргенім, енді бірінші арамыздағы оппозицияның нағыз келбетін көрдім. Сол кезде қасындағы провокатор, жалған белсенділер, мен айтайын, енді бұл жалған белсенділер, оларға жоламаңдар. Өйткені олар шынымен де олар елді ойлайтын адамдар емес, ол өз жанын, өзін ойлайтын адамдар, көбінесе провокаторлар, көбісі. Сосын мен тағы да бір ойланып қалғаным, мен штабым болды. Қаншама жақсы сөздер айттық. Бір ай бойы сосын неге бардық? Әрбір қасындағы жатақханаларға, үйлерге бәрін пәтер мен аралап шықтым. Қасында 1000 не болған, 1000 белсенді болған, өзім волонтерлер болған. Бір ай бойы кәдімгідей жұмыс істеп, енді біздің бағдарламамыз өте жақсы болды, шынымен алматылықтарға. Сонда байқағаным, сол сайлау күні ғой енді, 600 000 адамнан, осы біздің округтан, 4-ші округтан, 6000 адамнан, 600 000 адамнан тек қана 50 000 адам келді сайлауға. Оның 9 000-ы қасындағы әскери бөлімдер, частар. Сонда көп болса, сол 600 000-нан сайлауға келгендер бір сол 10% арасы. Сізбен сайлауға түскені Бокаевты сізден озды ғой, негізі ол? Негізгі Бокаевтағы протоколдар, ол менің протоколдан Бокаевтың өзі айтты. Мен бүкіл әрбір учаскеге 2 өзімнің бақылаушымды қойдым. Сонда бүкіл жерден төбелесіп, араласып, сағат 6-ға дейін таңертеңгі отырып, енді сайлаудың өзі болған бір масқара. Бір концерт. Бір концерт, бірақ біз енді қанша жылдармен шындыққан бақылаушымыз ғой көбінесе. Ең басы сол бақылауда сол протоколды алу негізі. Бақылау, сосын сол протоколды алу. Өткенде сенде басқа дәлелі жоқ. Тек қана сол кезде болған протоколды алу, кәдімгі біздің неміз призымыз ғой, біз жүгіріп оны таласамыз, өлеміз, қырылысамыз соған. Соны бүкіл учаскелерден біз 85% протоколды алдық. Мен бақылаушыларым. Бокаевтікі? 85% протокол алдық. Сол протоколды мен келесі күні мен Умраға ұшып кеттім, мен сол протоколдар бәрін сенікі деп саған беріп кеттім. Өткені оның бақылаушылары бізге қарағанда өте аз болды. Сосын көп бақылаушылар енді 6-ға дейін 5-ке дейін шыдамай кетіп қалған. Біздікілер кәдімгідей 5-ке дейін 6-ға дейін тұрды. Енді сіз, Бокаев сіздің енді былай қарасаңыз сайлаудағы қарсыласыңыз болды ғой? Иә. Бірақ жақсы танисыз, саясатта бірге жүргенсіздер. Бокаевтың да артынан оны проект деп айтатындар бар. Мен айтамын. Қаншалықты рас? Рас. Бокаев проект па? Мен енді білмеймін, енді Құдай біледі, енді ғайбат қой, білмейсің ғой, салмайсың ғой, бірақ менде ондай ой бар. Неге өйтіп ойлайсыз?
енді мен аналитикпін ғой. Ананы көрем, мынаны көрем. Мысалға Мамайда, Санжарда партия құрам деген ниеттер болған жоқ. Партия құрам деген адамдар ең бірінші Алтаевта ең бірінші сайлауға түседі. Сайлаудың бақылауға түседі. Егер сен бақылаушы бір ретте бақылаушы болмасаң, сен адамдардың бір ретте бақылаушы болмаса, сен ертең партияға қалай қыласың? Не қыласың? Кімнен қыласың? Сосын сенен дауысты қалай ұрлайтынын қайдан білесің? Партияның ең басты мақсаты ол мәжіліске, парламентке бару. Оны оған бару үшін сен сайлауды ұтып алуың керексің. Ұтып алу үшін сен сайлаудың технологиясын сайлауға түсуің керексің. Адамдар қалай дауыс беретінін көруің керексің, өзің көзімен көру керексің. Кім келіп жатыр, соны өйткені қай региондарда қанша дауыс береді, шынымен қанша дауыс береді деп соны білуің керексің. Кәдімгі практика жүзінде. Біз бірнеше жыл ішінде бұл практиканы біз әбден танып алғанбыз. Сонда егер партияны қылам десең, сен сол ең бірінші белсенділікте сол байқаудан бастауың керексің. Егер байқаудан бастамасаң, онда бұл сен партия құрмайсың. Сен ол сөз тек қана олдай не Санжардың ондай тәжірибесі жоқ па? Біреу де бақылауға барған жоқ. Ешкім барған жоқ олардың. Олар барлығы бойкот деп жүрді, олар барлығы. Сайлауға бойкот деп жүрді. Біреу де сол сайлауға да ешкім барған жоқ. Бірақ партия құрғысы келеді. Ол сөз ғой. Мен айттым, бұлар ешкім партия құрмайды. Олар тек қана былай құрамыз дейді, ұран қылады, бірақ ешкім құрмайды. Ойбай, мына болып қалды деп сылтау қылып, соны құрмай қойды деп айттым. Енді маған реніш емес олар, бірақ мен оларға осы шындықты тура айтайын көздеріне. Бірақ Алтаев құрды ғой. Құрып, бірақ тіркемей жатыр ғой, қанша ұсыныс беріп жатыр. Қазір енді соның жақтастары дейді ғой енді. Иә. Беріп жатыр, өтпей жатыр ғой. Ол енді құрамыз деді, бірақ ол енді көмесе ол амбиция болды ғой. Бірақ бағдарламасын несін көрдім, мен кейбір кездер ойлаймын, біздің халқымыз кішкене аңқаулау, ақ көңілдеу. Біреу әдемі сөйлесе, бір әдемі ұрандар тасаса, мынау жігіт күшті ғой, мынау қыз күшті ғой, қандай сөйлейді деп. Партия құру үшін ең бірінші тек қана трибун болмау керек, оратор болмау керек, сонымен бірге ұйымдастырып алу керек. Ұйымдастыру қабілеті болу керек. Екінші, артынан бір 3-4 жылға болатын ақшасы болу керек. Өткенде бірінші жылға ақшасын жинасын, екінші жылда не істейді? Екінші жылда ол қайтадан біреуді іздейді, сосын кім ақша береді деп. Партия құру үшін, жақсы партия үшін қанша ақша керек? Мысалы, Айдос Сарым айтады, 5 миллион долларың болу керек кемі дейді. Енді Айдос Сарым 5 миллион доллар құра берсін, меніңше 2 миллион доллар жетеді. Да? Өйткені біз санадық, кәдімгідей математика отырып, бүкіл бюджетті бар санағанбыз. Әрбір филиалда кемінде, егер әрбір филиалда 3 адам болса, оның маркетингге, типографияға, офисіне ешкімге қарамау үшін осындай бюджеті болса, сосын конференция бірдеме ұйымдастырып жүрсе, сонда бүкіл Қазақстанға, бүкіл филиалдарды ашын жылына 2 миллион доллар керек. Ол көп ақша. Бірақ егер партия құрам деген адамдарда ақша болмаса, ол бос сөз. Өткені партия құру үшін адамдар жұмыстан шығу керек, отыру керек, жүру керек. Типографиясының несінің жүруінен, ауыл аралауға оған да ақша керек қой. Оны бензинге керек, тамақтану керек, үйін асырау керек. Оны кешегідей Ленинді немістер қаржыландырып жүрген ешкім жоқ қазір. Яғни партия ашу үшін сенің бір жақсы демеушің болу керек, ақшалы демеушің болу керек. Сен идеяң болу керек. Егер идеяларың бар болса, адамдар жинайды. Біз көрдік қой қатар кезінде, Украина кезінде. Жоқ, Украинаға жинау басқаша ғой. Бірақ біздің халық әбден қорқытыстаған партияға, неге қозғалысқа олар жинауға қорқады олар. Ертең мысалға ДВК сияқты. Ертең ДВК-ға егер кішкене олардың адамына аша жіберсең, сен террористерді, сен радикалдарды сен қолдап жатсың деп, оған айыптау мүмкін. Заң бойынша қазір бізде. Сондықтан ертең бұл ұйым ертең радикалды террорист болып заңмен қабылданады, кім кепіл қабылданбайды деп. Меніңше ДВК-ның мүлдем емесі басқасы сияқты структурасы, өйткені оның басында Әблязов отырған екен. Әблязовқа сенім жоқ бәрібір. Енді ол барлығы кейс қой. Барлығы кейс. Егер сен билікке қарсы шықсаң, сен Әблязовқа шығасың. Сен қасындағы адамдар олар сен террористер болып шығады.
оны бізде былай 5 минут қой, оны сен ондай мына жерге пешінеге жазып қоюға. А сіз хақ партиясын құру идеясынан осымен бас тарттыңыз ба? Біз 7 рет арыз бердік. Кәдімгі партия құрайықшы деп, бірақ сол 8 рет бізге не берген, отказ берген. Әйтеуір маған сосын мен сөйлестім адамдармен. Неге бізге отказ бере бересіңдер? Кәдімгі болмайтын бұл сылтау болады да. Мына жердің үтірінің басқа, мына жердің орфографияларын дұрыс емес екен деп. Сонда кәдімгі сылтау тауып бере берді. Сонда бізге айтқаны, Тоғжан, сотқа бере бер, неге бере бер. Енді ол ескі заман, ескі Қазақстан кезінде ғой. Қазір біз жаңа Қазақстан кезінде біз партияға не берген жоқпыз қарыз. Жаңа Қазақстан бар деп ойлайсыз ба? Енді жоқ, енді солай бөліп жатыр ғой енді. Бірақ Тоқаев кезінде біз партия құрамыз деген сонда арыз берген жоқпыз. Ал Назарбаев кезінде біз 8 рет бердік. Сонда бізге айтқаны, қанша біз арыз бере бер, бірақ саған партия құруға біз бермейміз дейді. Сылтауды табамыз дейді. Ал республика қалай өтіп кетті? Партия ма? Аяқ астынан құрылды да, аяқ астынан шықты олар. Әйтеуір қоғамға жаңа бір партия керек еді. Бізде блогерлерден, жұлдыздардан құралған, иә? Политтехнологтар біздер көп қой. Не көп, бізде жоғарыда политтехнологтар көп, партстроительдер. Сол енді әйтеуір бір партияны істейік дедік, партияны істеді. Артынан демеушілер де бар, әжептеуір. Сондықтан бізде партия құру үшін тек қана сол биліктің алдынан өтпесең, ол партияны құра алмайсың. Енді все болды ма, сіздің партияңыз осымен құрылмай ма? Босауре. Және меніңше партия құру бұл кішкене ескі заманның құралы. Қазір онлайн бар, не бар. Мысалыға, мен өзім тәжірибем бойынша, мен партия құрмай-ақ, өзім қазір мысалыға адамдардың арасын танымалдығын қайта көп өсті. Хақ кезінен қарағанда, қазір мысалыға партиясыз, несіз, қозғалыссыз. Сізді жеке бренд ретінде біледі ғой қазір. Бірақ маған адамдар көп келіп жатырда Тоғжан партия құрайықшы деп. Именно мені біліп. А егер адамдар әлі танымсыз, әлі ешкім білмейді, партия құрайықшы деп бір топ жиналады ғой. Сосын адамдардың артынан жүреді, партия кірші деп. Негізгі партия қалай, ең нағыз партияның сондай тұрақты болатын партия, егер адамдар өзі келіп, партия бірге құрайықшы деп десе, онда сол партия кәдімгідей не болады, тұрақты болады. Өйткені ол естественно құрылған партия. А сізге партия құрайықшы деп келетіндер кімдер? Қазір әйелдер. Әйелдер. Бай әйелдер ме, жоқ жай әйелдер ме? Жай әйелдерді, бай әйелдерді. Өйткені біздің әйелдеріміз амбициялар өте көп. Сосын қоғамымызда әйелдердің рөлі, оның жағдайы, мәселесі көп болғандықтан, әйелдер және экономикалық тұрғыдан, белсенділік жағынан біздің әйелдеріміз ер кісілерге қарағанда өте мықты. Енді олигарх емес, бірақ орта бизнесте жүретін көбінесе әйелдер. Мынау салон, малон дейді ашалды ғой көбінесе, саудада жүретін көбінесе әйелдер. Бұрын перестройка кезінде экономикасы сақтап қалған чиновник әйелдерді көбінесе болды. Сондықтан біздің және әйелдердің былай қоғамға деген әділетсіздікке деген кәдімгі көзқарасы кәдімгі олар батылдауда біздің ер кісілерге. Ер кісілер қойшы дейді, сонда қатесін дейді, жүре береді. Біздің енді әйел өз семьясын қорғайды ғой. Отбасын қорғаннан кейін елін қорғап жүреді. Түбі қалай ойлайсыз, бізде партия құрыла ма әйелдерден? Бізде заң бойынша әйелдер не бойынша дін және не бойынша пол бойынша бізде құруға болмайды, конституция бойынша. Бірақ тек қана әйелдерден партия болатын, әйелдер партиясы де аталмасын. Бірақ көбінесе әйелдер партия болу әбден мүмкін. Әйелдер басым партия болу мүмкін. Әйелдер басым партиясы болу мүмкін. Өйткені оған қазір қоғамымызда өткен оның сұранысы өте үлкен. Әйелдер бізде айтып жатырмын белсенді. Бірақ белсенді болған сайын бізді жібермейтін сияқты, сіз сол байқалмайсыз ба? Парламентке, билікке, біз үкіметке, біз жіберілмейді. Қазіргі әкімдер арасында әйелдер азайды. Жоқ тіпті әкімдер арасында. Тек болу мүмкін ауылдағы. Жұмыс көп жерлерде. И то ер кісілер қойшы бармайын дегенде әйелдер сол ауылдар. Бізде мәжілісте мәслихаттардың әйелдердің саны азайды бұрынғыға қарағанда. 18%. Иә, бұрын 24% болатын. Қазір 18%.
біз саған қазір қойып жатырмыз талап, 30%-да жағдай мүгедектер бар, жастар да бар, әйелдер де бар. Сонда біз айтамыз, бұл қалай логика кішкене логика сынбейтін нәрсе да, немене мүгедектердің арасында әйел болмауы мүмкін ба, жастардың арасында әйел болмауы мүмкін ба? Сіз қалай бөліп жатсыз да? 30% бәріне бердіңіз, әйелдерге де, жастарға да, мүгедектерге. Сонда біз қазіріміз ұстанымымыз әйелдерге бөлек квота беру керек. Кәдімгі 30%, 60% елімізде әйел, біз 30% мәжілісте болуға, мәслихаттарда болуға біз әбден лайықпыз. Бізде жоғарғы білімі бар әйелдер, ер кісілер қара басымдау. Бірақ көбінесе жұмыссыздықта жүретін әйелдер. Неге? Сонда ба, білімі аз ба? Жоқ, білімі аз емес бізде. Бізде қорғаған ғылыми докторлар, ғылыми кандидаттар арасында әйелдер көп, ер кісілерге қарағанда. Бірақ ректордың арасында мынандай пайыз, кішкентай пайыз әйелдер. Институттарда көбінесе қорғағандар, ғылыми докторлар, кандидаттар көбінесе әйелдер. Олар неге ректор емес? Көбінесе ер кісілер тұрады. Сонда бізде ондай теңсіздіктер өте көп. Мысалға, және бізде қандай қазір жағдайымыз? Әйел қыз келеді ғой, 5 балам бар, 3 балам бар, 1 балам бар дегенде сен жұмысқа алмайды. Кәдімгі оны әйел алмайды да жұмысқа. Қой, ертең сен декретке кетесің, бала қаласың, жұмысқа қалмайсың. Сонда бұл конституцияға қарсы нәрсе, оны ешкім басына кірмейді. Ол нормально, қазір нормада. Соған осындай нормаға әйелдер сеніп қалғанда, жарайды, мен баламен жұмысқа алмайды, қайтемін де, сонда жағдайда жүрміз да барымыз. Бірақ келіп, неге соттамайды сол жұмыс берушілерді, мен жұмысқа неге алмадым деп. Ол кәдімгі теңсіздік қой. Оның қандай құқы бар ол әйелді алмауға? Енді тағы бір сұрақ қойыншы қазір, ыңғайсыздау сұрақ болуы мүмкін. Енді сіздің отбасыңыз белгілі ғой, үлкен саясаттағы адамдар бар, отбасыдансыз, иә? Отбасынан келінсіз. Сізге сол кезде, мысалы, Бекболат Тілеухановтың өзі айтқан жоқ па? Сіз сол кездерде белсенді болып жүрдіңіз ғой? Айтқан жоқ па, келін шырағым қойшы деген жоқ па? Мен олардың келіні емеспін, 3 жыл болды. Жоқ, 3 жыл. Сол келін болып жүрген кезінде. Айтты. Өйткені ол кісі де белсенді болып жүрді ғой сол кезеңдерде. Айтты, маған кәдімгідей мен естігенім, Калитаев Тілеуханға келіп, ана қыз саясаттан кетсін деп кәдімгідей оған ультиматум қойған. Содан ол келіп менің күйеуімен сөйлесті. Мен айттым, шаруалар болмасын. Яғни Дархан Қалитаев сіздің қайнағаңызға айтады, қайнағаңыз келіп күйеуіңізге айтады. Ана әйел тыныш жүрсін деп, жүрсін деп, сатып алды айтады, ана әйелдер не деп оттап жүр деп. Ол да айтып жүрді. Сатып алды да ма? Кәдімгідей Қайрат сатып алды, олар менен дос болды ғой, бәрі біледі ғой. Сондықтан олар айтып жүрді. Сонда маған сәлемдер айтып жүрді. Күйеуіңіз қалай жеткізетін? Күйеу маған жеткізеді, оларға шаруаларым болмасын дейтін. Бұл менің әйелім. Не істесе де өзі құқылы. Оған рұқсат беретін, бермейді, тек қана мен. Мен оны күйеуіме рахмет, маған бірде-бір мен аузын жапқан жоқ, мынаны істеме деген жоқ, қайта ол мен демеу үшін болдым. Қайта маған көмектесіп жүрді ол күйеуім. Әйтпесе біздің қазақ қылыққа салсаң ағасын тыңдап қой деуіне болатын еді. Енді жоқ, ол менің күйеуім кішкене олардан ерекше. Ол кәдімгідей Англияда оқыған, білім көп алған, көзі ашық, және Европаны көп көрген жігіт. Сондықтан олардан қатты кішкене өзгеше олардан. Сондықтан олар көп айтты енді. Бірақ мен күйеуге 40-та шықтым, мені 40-тағы әйелді қалай өзгертесің? Қалыптасып алған ғой дейміз. Мен 39-ында күйеуге шықтым, 40-та тудым. Мен күйеуге шыққанда кәдімгідей үлкен ассоциацияның бастығы болған, атқарушы директор болған ассоциация газеттерін. Өз-өзін дамыған қызды алған. Москвада 11 жыл жұмыс істеп келген, үлкен компания жұмыс істеп келген, сосын осы жерде үлкен адамдардың шақыруымен Қазақстанға қайтып келдім. Үлкен бір 4-5 компаниялар бастық болдым. Мені қалай өзгертесің? Өзім даладан жүрген қыз емеспін ғой, кәдімгідей аяққа тұрған, ой өрісін тамылған. Сосын мен саясатта 26-та болғам. Мен 26-ында Назарбаевпен, Қалмұрзаевпен, Әбілқайевпен кездескем.
26-ында мен 98 жылы мен бүкіл Қазақстан бойынша жастар арасында сайлау кампаниясын жүргізгем. 26-ында мен бүкіл одақтық қазақстандық жастар қозғалысын басқарған. Сонда маған мынаны істе, ананы істе деуге өте қиын маған. Мен өз басым бар. Енді соңғы сұрағым біреу болсын. Жалпы сіз Назарбаевты бәрін бүлдірді деп айтқанмен келісесіз бе, жоқ әлде оның да бір саяси баға беретін кезі бола ма? Кейбір айтады, осы Назарбаевтың жақсы болды, керемет болды. Мен айтатыным, басында мүмкін жақсы болған шығар. Бірақ 98-ден бастап ол адам қатты өзгерді. Билікке кетті, мансапқа кетті, пендешілік кетті. Ең басты, осы кім Мағауин айтқан сөзі бар, осы айтқан сөзі есімде. Ең басты Назарбаевтың бізге деген жасаған қасандығы халқымыздың пейілін өзгерткені. Ал ол қалай өзгертті? Өзі де еліміздің ханы болды, қасындағы отбасыда еліміздің ханзадалары болды. Бізді бұл жағдай норма дегенге бізді сендірді. Анау ананыкі, мынау ананыкі деп біз жақсы, енді ондай норма ғой деп бізді соған сендік қатты. Осындай бізді пейілімізді өзгерткені, шынымен де біз осы семьяға құлмыз дегенге біз осында әкеге соны ең басты соны бізге қасандығы. Әйтпесе біздің қаншама фабрикаларымыз бәрі бар. Мен айтамын да кейбір кезде кімнің Балташ Тұрсынбаевтың марқұм айтқанымен біз дос болғанбыз көп. Ең бұл ПТУшник Назарбаев не білшеді дейді, базардан басқа ештеңе білмейді дейді. Мен деп айтамын, көбінесе Назарбаевтың менталитеті, ПТУ-ның менталитеті тек қана бүкіл елді базар қылуға, соған көз жетті, несі де жетті, ой өрісі. Бүкіл заводтарымыз барлығы бұл торговый центр болды. Бүкіл жерім сатылды. Тек қана сатып алу білетті ол кісі. Басқа стратегиялық нәрселерге, инфраструктураны салуға, жолдарды салуға, бүкіл адамдарды балабақшадан бастап тәлім білім беруге, соны ой өрісі дамыған және оқуды білген, білімді көрген адамдар осыны ойлайды. Ол тек қана мынаны сатамыз, мынаны аламыз, мынаны басарком қыламыз, қасындағы адамдардың бәрін ақшаға тығу, олардың сосын шантаж жасауға. Мысалға, қай бір елде бар ғой Назарбаев разрешить. Я всех вас поведу, я знаю, как вы все заработали, я всех вас в-любому могу повести, как бы в тюрьму посадить. Я найду деп. Я найду дейді. Сонда Европаның бір президенті өзінің министрлеріне осындай айтса, бұл масқара ғой. Сендер барлығын қылмыскерсіңдер. Мен білем сен қалай қылмыс жасағанын. Сені мен түрмеге отырғыза аламын дегенге, бұл значит, бандитский Петербург. По понятиям елді. Сонда бұл негізі масқара ғой. Ондай кәдімгі дамыған елде осындай диалог болу мүмкін емес. А бізде ол нормально болды, норма болды бізде. Осындай масқараға бізді жеткізгенімізге басқасын қояйын. Соның өзі елімізді қаншамаға сондай қасандық жасағанына осы куә. Енді сіз Тимур Құлыбаевтың қасында көп жүрдіңіз ғой. Енді ол семьяныға жақын адамдардың біреу ғой, енді семьяның адамы. Көп жүрдіңіз ғой. Қандай адам еді, қазіргі позицияңыз өзгерді ме оған деген? Бұрынғы басшыңыз қандай еді, қазір қандай адам? Шын айтайын, өте жақсы менеджер. Енді оның басқасын қоймаймын, Ханзада болғанында. Енді оның бір жағынан оның несі болған жоқ, мүмкіншілігі болған жоқ. Өткенде қасында Рахат Алиевтің жағдайын көрді. Рахат Алиев өзі болам деп еді, сосын еді түрмеде өзі асылып қалды. Енді кәдімгіден бар ғой? Пример бар ғой? Көріп тұр ғой. Сондықтан оның енді сол семьяға түсті, сол семьяның рөлін өзін жүргізуге мәжбүр болды, және ол рөлі оған ұнады. Бірақ менеджер ретінде ол жақсы менеджер. Мен оған бір интервью сұхбатында айттым, менің өзім менеджер ретінде оған ешбір сұрағым жоқ, өйткені ол адамдарды қолдай білетін және оларды мотивация ететін. Кәдімгідей маған кәсіби жөнінде, маған профессионал жағында маған ол кісі көп берді. Ол тез ойлайды. Стратег кәдімгідей.
көмектесе ме? Негізі көмектесетін бе еді? Көмек сұрап келсең алдына мысалы. Ең жақсы жері Құлыбаев қасындағы адамдардың бәрін көмектеседі. Мысалға біреу, мысалы Кулекеев бар. Кулекеев шынымен де өте жақсы профессионал, Жақсыбек Кулекеев. Бірақ қолын қиын жағдай кезінде қолын созған сол кісі болады, Құлыбаев болады. Түрмеге түскен кезінде ме? Тұрған кезде. Осындай талай адамдарды олар шығарған, бірақ көмектескенде қалай? Мен ол кезде Құлыбаевтың қорын басқарғам. Мен білем, қаншама ол адам кісі көмек көрсетті. Қайырымдық жағынан ол Қазақстанда қазірдің өзінде бірінші номер. Ақшалай беруге, мектептерді салуға, институт салуға, стадиондарды, нелерді салуға, Түркістанның қаншама көтергені сол кісінің ақшасы. Енді ол кісінің ақшасы емес, еліміздің ақшасы ғой, бірақ соның бәрін ұйымдастырушы сол кісі дейді. Сондықтан налогоплательщикті номер 1 бір сол кісі, және қайырымдық жағынан ол да кісі қазір Қазақстанды ресми түрде ол бірінші. Қазір байланыстарыңыз бар ма? Жоқ. Одан мен қанша жыл кеттім жұмыстан? 17 жыл кеттім жұмыстан одан. Саясатқа кеткен кезде дұрыс жолға түскен, что-то дұрыс емес, таңдады, неге бизнеске кетпедің деп айтпады ма? Ол кісі саясатты жек көреді. Жоқ, сіз кеткен кезде айтқан жоқ па ол? Мен оны ол кезде бері көрген жоқпын да. Өткені мен ол маған ренжіп қалған. Өткені мен жұмыстан өзім шығып кеттім да. Маған енді Алматыға көшкеннен кейін, күйеумен бірге Алматыға көшкенмін, соны сұрабай мен жұмыстан шыққанмын өзім. Сондықтан ол кісі маған содан бері ренжіп жүр. Өткені Құлыбаевтың ешкім өзі мені жұмыстан кетпейді. Енді соңғы неміз болсын, жалпы Украинаның жағдайына келекші қайтадан. Сіз қалай ойлайсыз, енді қандай тілегіңіз бар жалпы? Мен тілегім, мен де арманым ғой, шынымен де арманым ғой. Ана бүкіл Ресейге қазір кеткен бүкіл территориясы қайтын Украинаға қайтарылса, енді ол арман, утопия ғой қазір кезінде. Ол қазіргі жылдарда ол біраз болмайды ол нәрсе. Енді ЛНР, ДНР Ресейдің қарамағында болады шығар деп, болады шығар, көбінесе солай ғой енді, бірақ өткенде қазір қайтан ол Россия Украинаға береді деп, ол утопия қазір енді. Бірақ енді мен мақсатым Ресей кетіп, Украина жеңіп, НАТО-сына, Евразия союзына кірсін. Арманым сол, бейбітшілік тез орнасын, адамдар үйге қайтсын, күніге балалар, ер кісілер, әйелдер өлмесін. Енді бәріміз енді көріп тұрмыз, жағдай жаман шынымен де. Бірақ бейбітшілік орнасын, ең бастысы. Біз сабақ алдық па? Онша алған жоқпыз. Енді кішкене алдық, армиямызды кішкене нығайтып жатырмыз. Түрк әлеміне кішкене жақындатып жатырмыз. Қазақша сөйлейтіндер көбейді. Енді басты осының несі, жеңгеніміз осы қазақша сөйлейтін болдық. Кішкене Ресейге деген көзқарасым өзгерді, бірақ енді бәрінің көзқарасы өзгерген жоқ деп айта алмаймын. Кішкене Ресейден экономикалық жағынан тәуелсіздік кішкене алайын дедік, бірақ қазір қайтадан басым болып жатыр санкция кезінде. Мынау деп әйтеуір Россия құлап кіріп жатыр бізге, экономикамызға. Шын айтайын, қайта біз Қытайға жақын болсақ болады деп қазір соны ойлап жүрмін Ресейге қарағанда. Өйткені қазір Қытайға бардым. Қытай қанша дегенмен басқа елдерге шабуыл жасамайтын. Көбінесе ассимиляция болады, бірақ Қытай өзімен, басқа халықтың өзімен тұрады. Бірақ Ресей сияқты ұлттықтың рухына, мәдениетіне, тіліне олар қастандық жасамайды. Шовинизм жоқ ондайға, сондай сияқты. Кәдімгідей енді құртып жүреді ғой Россия. Чукчаларды көріп жүрміз ғой, ноғайларды көріп жүрміз, татарларды көріп жүрміз, башқұрттарды көріп жүрміз. Ұлт санасын бәрі өзгеріп жатыр ғой оларды. Өзіміздің қазағымызды Саратовта, Оренбургта көріп жүрміз ғой, кәдімгідей я русская деп тұратындар көп қой оларды. Айтпай қалдым, мынаны айтуым керек деген мәселеңіз бар ма? Мәселе ең бастысы қазіргі заманда шынымен де мен ойлаймын, Тоқаевты көп ұрсады, көбісін ананы істемейді деп. Елге неге қарамайды, көбінесе шетелде шауып жүр, сыртта жүр. Ең бастысы қазір елді аман сақтап қалу, шынымен де.
бізге шабам дейтін елдер бар. Олар бәрі біледі. Тәуелсіздігімізден айырамыз деген елдер бар. Бұрын Дастан болып еді ғой, Дастан деген біздің саясаттанушы болған, ол қайтар алдында КБТ кезінде қайтыс болған, айтқан: Тоғжан, білесің бе, ең бастысы қазіргі біздің 2021 жылы, ең біздің қазіргі мақсатымыз, арманымыз, біздің бүкіл жұмыстарымыз өз ел ретінде сақтап қалуымыз. Өткенде қазір бізде ел ретінде қазір жоғалып кетуіміз мүмкін. Тәуелсіздік емес, ел ретінде. Ондай әбден мүмкін. Ол қаңтарды көрсетті қазір бізге. Ондай жағдайлар көп болып жатыр. Бізде елден айырылу бізде бір 5 секунд, шынымен де. Сондықтан осыны есте сақтау керек. Ең бастымыз бәріміз бір-бірімізге берік болуымыз керек. Бір-бірімізді қудаламай, қараламай, қазағымызды нығайтып, қазақ тілімізді арамызда оны көбейтіп, балаларымызды қазақ болып өсіруге, ішіндегі рухын көтеруге, осы жолмен жүруіміз керек. Әйтпесе біз ел болып ертең сақталып қалмаймыз. Осыны ойлау керек. Ал ішінде ел түзеледі, бір күні түзеледі, бір күні бай боламыз, бір күні бәріміз Мерседес болып мініп жүреміз. Ең бастысы қазір елді сақтап қалу. Рахмет сұхбатыңызға. Рахмет.